Қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы уақыт оқушылар. Дәреже мен ХБЖ сабағына қош келдіңдер. Сабақты бастамас бұрын бірінші танысып алайық, иә? Мен Ақнұр Мықтыбекқызы, физика пәні мұғалімі. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегімін. 2015 жылдан бастап оқушыларды физикадан ұбт-ға дайындап келемін. Осы аралықта мыңнан аса оқушының грант иегері атануына көмектестім. Және де 50 сабақтан тұратын топ физика курсының авторымын. Менімен физика қызық әрі оңай. Сабақты соңына дейін қарап, физикадан фундаментіңді дұрыстап қала. Яғни физиканың фундаменті бұл қарапайым математикалық амалдарды білу, ХБЖ-ны білу және де формула түрлендіре алу. Барлықтарың білесіңдер. Физика табиғат туралы ғылым. Яғни галактика, планеталардан бастап молекула, атом, ядроға дейін зерттейтін ғылым саласы. Сәйкесінше есептер шығару барысында біз өте үлкен және кіші сандармен жұмыс жасаймыз. Мысалы, жерден күнге дейінгі қашықтық 150 миллиард метр. Жердің радиусы 6400 километр. Мұндай сандармен математикалық есептеулер кезінде, амалдар орындау кезінде қиындық туындауы мүмкін. Сол себепті де біз бұл сандарды ықшамдап, стандартты түрде жазамыз. Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу дегеніміз, бұл ол санды А көбейту 10-ның n дәрежесі түрінде жазу. А деген коэффициент, 10 дәреженің негізі, n дәреженің өзі. Бірінші қатарда үлкен сандар көрсетілген, екінші қатарда кіші сандар көрсетілген. Енді осы сандарды дәреже түріне келтіру үшін 38 көбейту 10-ның деп жазып аламыз. Кез келген бүтін санның соңында үтір болады. Осы үтірді қанша орынға алға қарай жылжытамыз, мына жерде сонша дәреже болады. 1, 2, 3 орынға жылжытсақ, 10-ның 3 дәрежесі. Тағы да бір орынға жылжытатын болсақ, 3,8 көбейту 10-ның 4 дәрежесі болады. Келесі мысал, 64 көбейту 10-ның үтір соңында 1, 2, 3, 4, 5 орынға жылжыттық, 10-ның 5 дәрежесі. Тағы да бір орынға жылжытсақ, 6,4 көбейту 10-ның 6 дәрежесі түрінде жазылады. Келесі мысал, 15 көбейту 10-ның үтір соңында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дәрежесі. Тағы да бір орынға жылжыттық, 1,5 көбейту 10-ның 8 дәрежесі болады екен. Келесі кіші сандар. Кіші сандарда үтірді мына бағытта жылжытамыз. Сонда 5,5 көбейту 10-ның 1, 2, 3, 4, минус 4 дәрежесі. Кіші сандардың дәрежесі теріс таңбалы болады. Тағы да бір орынға жылжытатын болсақ, 55 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі болады. Келесі мысал, 7,6 көбейту 10-ның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, минус 7 дәрежесі. Тағы да бір орынға жылжытсақ, 76 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі болады. Келесі 4 көбейту 10-ның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, минус 8 дәрежесі түрінде жазылады. Үлкен және кіші сандарды стандартты жазу, бұл оны дәреже түріне келтіру деген сөз. Сәйкесінше математикадағы дәреженің қасиетін білу өте маңызды. Енді келесі дәреженің қасиеттерін қарастырып өтейік. Бірінші қасиеті бойынша, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Мысалы, 10-ның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Екінші, кез келген санның 1 дәрежесі сол санның өзіне тең. Мысалы, 10-ның 1 дәрежесі 10-ның өзіне тең болады. Келесі, үшінші қасиеті, 1-дің кез келген мәндегі дәрежесі 1-дің өзіне тең. 1-дің 5 дәрежесі, 1-дің 20 дәрежесі, 1-дің 100 миллион дәрежесі 1-ге тең. Төртінші қасиеті, көбейту кезінде дәрежелер бір-біріне қосылады. Мысалы, 2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі, көбейту 3 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Дәреженің алдында тұрған коэффициенттер бір-біріне көбейтіледі. 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6 көбейту 10-ның 3 қосу 4 дәреже болады. Сонда 6 көбейту 10-ның 7 дәрежесі деген жауап шығады. Бесінші, бөлу кезінде дәрежелер бір-бірінен азайтылады. Мысалы, 18 көбейту 10-ның 5 дәрежесі бөлінген 2 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Алдында тұрған коэффициенттерді бір-біріне бөліп аламыз. 18-ді 2-ге бөлсек, 9 көбейту 10-ның 5 азайту 4. 9 көбейту 10-ның 5-тен 4 азайтсақ 1 дәреже. Екінші қасиеті бойынша 10-ның 1 дәрежесі 10-ның өзіне тең, 9-ды 10-ға көбейтсек 90 деген жауап шығады. Егер де бұл жерде 2-3 дәреже болатын болса, 9-ды 10-ға біз көбейте алмаймыз. Өйткені бұл дәреженің негізі.
Келесі 6-шы қасиеті бойынша жақшаға байланысты. Жақшаны ашқан кезде дәрежелер бір-біріне көбейтіледі. Мысалы, 10-ның -4 дәрежесі сыртында квадраты болатын болса, -4-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 10-ның -8 дәрежесі деген мән шығады. Немесе 3 көбейту 10-ның 4 дәрежесі болатын болса, сыртында квадрат, 3-ті өзін квадраттаймыз, 9 көбейту 10-ның 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8 деген мәнді аламыз. Келесі 7-ші қасиеті, егер дәреженің таңбасы теріс болатын болса, бұл 1 бөлінген А-ның n дәрежесін бөлімдегі 10 таңбалы дәрежені береді. Мысалға, 10-ның -2 дәрежесі бұл 1 бөлінген 10-ның 2 дәрежесіне тең. Немесе 10-ның -5 дәрежесі бұл 1 бөлінген 10-ның 5 дәрежесіне тең. Егер де бөлімінде теріс таңбалы болатын болса, 10-ның -3 дәрежесі бөлімінде жазылып тұратын болса, бұл алымына оң таңбамен ауысады. 10-ның 3 дәрежесі болып ауысады екен. Келесі 8-ші қасиет, бұл түбірге байланысты. Түбір астынан дәрежені шығарған кезде, дәрежені түбірдің негізіне бөлеміз. Мысалы, түбір астында 10-ның 8 дәрежесі. Мына жерде түбірде 2 деген сан болады, ол да бірақ жазылмайды. 8-ді 2-ге бөлсек, 10-ның 4 дәрежесі болып шығады. Немесе 10-ның 6 дәрежесі түбір астында, мына жерде 2 бар, 6-ны 2-ге бөлсек, 10-ның 3 дәрежесі деген мәнді аламыз. Немесе тағы да мынадай жағдайды қарастырайық. 8,1 көбейту 10-ның 7 дәрежесі. Егер де дәреже тақ сан болатын болса, онда бұл сан түбірден шығара алмаймыз. Бұл санды біз жұп санға келтіріп жазуымыз керек. 81 көбейту 10-ның 6 дәрежесі түрінде жазсақ болады. Мына үтірді мына жаққа қарай жылжыттық. -1, 6-дан 1-ді азайтсақ, 7-ден 1-ді азайтсақ, 6 деген мәнді аламыз. 81-дің түбірі 9 көбейту 10-ның 6-ны 2-ге бөлеміз, 3 деген мәнді аламыз. Ал енді дәреженің қасиетіне байланысты мысал есеп орындайық. Мұнда бізде үлкен және кіші сандар берілген. Ең алдымен бұл сандарды ықшамдап жазып аламыз. Алымында 3 көбейту 10-ның үтір соңында 1, 2, 3, 4 дәрежесі көбейту 8 көбейту 10-ның 1, 2, 3, 4, 5, -5 дәрежесі бөлінген. Түбір астында 1 көбейту 10-ның 1, 2, 3, 4, -4 дәрежесі. Ал жақшаның ішінде 2 көбейту 10-ның 1, 2, 3, -3 дәрежесі сыртында квадраты. Ең алдымен алымындағы дәреженің алдында тұрған коэффициенттерді бір-біріне көбейтіп аламыз. 3-ті 8-ге көбейтсек, 24 көбейту 10-ның көбейту кезінде дәрежелер қосылады. 4 қосу -5, плюс пен минусты береді. 4-тен 5-ті азайтсақ, бізде -1 деген дәреже шығады екен. Ал бөлімінде түбір астынан 10-ның -2 дәрежесі шығады. Жақшаны ашатын болсақ, 4 көбейту 10-ның -6 дәрежесі. 24 көбейту 10-ның -1 алымын жазамыз. Бөлімінде 4 көбейту 10-ның мына 2 дәрежені қосамыз. Сонда -2 қосу -6, плюс пен минусты береді. -2, -6, ал минус пен плюсты береді. Сонда бізде 2-ге 6-ны қоссақ 8, таңбасы үлкен санның таңбасын қоямыз. -8 дәрежесі шығады. Алдында тұрған коэффициенттерді бір-біріне бөліп аламыз. 24-ті 4-ке бөлсек 6 көбейту 10-ның бөлу кезінде дәрежелер бір-бірінен азайтылады. Немесе -8-ді дәреженің қасиеті бойынша алымына +8 деп ауыстырамыз. Сонда -1 плюс 8 дәреже бұл минус пен минусты береді. 1-ден 8-де азайтамыз. 7 таңбасы үлкен санның таңбасы болады. Жауап 6 көбейту 10-ның 7 дәрежесі деген мәнді алады екенбіз. Дәреженің қасиеті қалай? Саған түсінікті болды ма? Егер сенің жауабың иә болатын болса, мен сені қуантайын. Сенің физикадан фундаментің дұрыс қалыптасып келе жатыр деген сөз. Сабақты соңына дейін қарап, ХБЖ тақырыбын жақсылап меңгеріп ал. Әлемдегі барлық елдер қолданатын бірыңғай өлшемдердің жүйесін ХБЖ деп атаймыз, яғни халықаралық бірліктер жүйесі. Мысалы, ұзындықтың бірлігі метр. Ол Қытайда да метр, Ресейде де, Қазақстанда да метр, яғни әлем бойынша ұзындық метрмен өлшенеді. Алайда бұрынырақта әр халықтың өзінің өлшем бірлігі болды. Мысалы, қазақтар ұзындықты елі, қарыс, сүйем, қадам, шаршы деген сияқты бірліктермен өлшесе, орыстар верста, сажен сияқты өлшемдермен өлшеді. Ал Америка мен Англияда фунт, ярд, миля,
дюйм деген сияқты бірліктер қолданылады. Әр халықтың өлшемдерінің әртүрлі болуы халықаралық сауда-саттыққа және де ғылым мен техниканың дамуына кедергі жасады. Сол себепті де 1793 жылы Францияда өлшемдердің метрлік жүйесі енгізілді. Және 1960 жылы осы өлшемдердің метрлік жүйесіне негізделе отырып, халықаралық бірліктер жүйесі ХБЖ қабылданды. Бірліктер жүйесі негізінен екі топқа бөлінеді. Олар негізгі бірліктер және де туынды бірліктер. Негізгі бірліктерге мұндағы 7 бірлік жатады. Ұзындықтың бірлігі метр, масса килограмм, уақыт секунд, тоқ күші ампер, жарық күші кандела, температура абсолюттік кельвин, зат мөлшері мольмен өлшенеді. Ал туынды бірліктер, осы бірліктерден туындаған бірліктерді біз туынды деп атаймыз. Мысалы, жылдамдықтың бірлігі метр секунд. Яғни ұзындық пен уақыттың бірлігінен туындаған. Үдеудікі метр секунд квадрат. Және де Ньютон, Паскаль, Тесла, Вебер, Генри, Герц, Джоуль, вольт, ватт деген сияқты өлшем бірліктерінің барлығы туынды бірліктерге жатады. Мысалғы, Ньютон ол күштің бірлігі. Формуласы ма. Масса бізде килограмммен өлшенеді, ал үдеу метр секунд квадратпен. Яғни килограмм, метр секундтың бірліктерінен туындаған бірлік Ньютон деген шаманы береді екен. ХБЖ-да тағы да бір маңызды нәрсе, бұл тіркес сөздердің ондық жүйесі. Бұл тіркес сөздер ондық дәрежелердің атаулары болып саналады. Яғни бастапқыда айтқан үлкен және кіші сандарға байланысты белгілі бір дәрежелердің өзіндік атаулары болады. Мысалы, деци деген оның -1 дәрежесінің атауы, санти оның -2, милли оның -3, микро оның -6, нано оның -9, пико оның -12, фемто оның -15, атто оның -18 дәрежесіне сәйкес келеді. Мынау бірінші қатарда бізде кіші сандарға байланысты дәрежелер мен атаулар көрсетілген. Ал екінші қатарда үлкен сандарға байланысты дека оның 1, гекто оның 2 дәрежесі, кило оның 3 дәрежесі, мега оның 6 дәрежесі, гига оның 9, тера оның 12, пета оның 15, экса оның 18 дәрежесіне сәйкес келеді. Бұл кестені жаттау негізінде оп-оңай. Қайта-қайта есептер шығарған кезде, есептер шығару барысында қолдана отырып біз бұны жаттап аламыз. Және де байқасаңдар, мына жерде 1, 2, 3, одан кейін -3 санына артып отыр. Мына жерде -6-ға -3-ті қоссақ, -9, -9-ға 3-ті қоссақ, -12, -15-ке -3-ті қоссақ, 15, -15-ке -3-ті қоссақ, -18-ге сәйкес келеді. Ал мына жағында да дәл солай. Бастапқыда 1, 2, 3 дәреже, одан кейін барып 3 санына артып отыр. 3-ке 3-ті қоссақ 6, 6-ға 3-ті қоссақ 9, және сол сияқты. Бұл дәрежелерді мысалға бізде есепте 8 сантиметр деген кездесетін болса, онда біз бұны міндетті түрде метрге айналдыруымыз керек. 8 көбейту 10-ның санти оның -2 дәрежесіне сәйкес келеді. Көбейтіп жазамыз, метрге айналды. Немесе 5 килоньютон. 5 көбейту 10-ның, кило деген оның 3 дәрежесіне сәйкес келеді. Ньютонға айналды. Немесе 80 мегапаскаль. Мега дегеніміз оның 6 дәрежесі. Сонда алдында тұрған санға 80-ге көбейтеміз, оның 6 дәрежесі паскальды. Немесе 3 микрокулон деген есептің шартында берілсе, онда оны кулонға айналдырамыз. 3 көбейту 10-ның, микро 10-ның -6 дәрежесіне сәйкес келеді. Кулонға айналды. Дәл осылай есептер шығаруда кез келген физикалық шаманың алдында тұрған осы жалғауларды біз сан мәніне айналдырып, есептер шығаруда қолданамыз. Ал егер де оны айналдырмай есеп шығаратын болсақ, онда біздің есебіміз қате шығатын болады. Енді жеке-жеке негізгі бірліктерді қарастырып өтейік. ХБЖ-дағы негізгі бірінші бірлік ол ұзындық. Өлшем бірлігі метр. Мысалы, бізде есепте дециметр берілсе, оны 10-ның -1 дәрежесі метрге көбейтеміз. Сантиметр, оның -2 дәрежесі метр. Сәйкес келеді. Миллиметр, оның -3 дәрежесі метр. Микрометр, оның -6 дәрежесі метр. Нанометр, оның -9 дәрежесі метрге сәйкес келеді. Басқа да бірліктер
олар өте сирек кездеседі. Мынау бағанағы тіркестердің ондық жүйесіндегі кестесіндегі. Келесі, үлкен сандарға байланысты декаметр, оның 1 дәрежесі метрге сәйкес келеді. Гектометр, оның 2 дәрежесі метр. Километр, оның 3 дәрежесі метр. Мегаметр, оның 6 дәрежесі метр. Және де гигаметр, оның 9 дәрежесі метрге сәйкес келеді. Басқа да бірліктер егер кездесіп жатса, онда оған дәрежені мәнін қойып, есептер шығаруда қолданамыз. Мысалға, есепте 3 сантиметр деген берілсе, оны 3 көбейту оның -2 дәрежесі метрге көбейтіп жазамыз. Немесе бұны 3 бөлінген, оның 2 дәрежесі 0,100-3 деген мәнді көбейтіп жазсақ болады. 4 дециметр деген берілетін болса, 4 көбейту оның, деци деген оның -1 дәрежесі метрге сәйкес келеді. Немесе 20 километр деген берілсе, 20 көбейту оның 3 дәрежесі метр деп есептер шығаруда қолданамыз. Келесі аудан. Аудан S әрпімен белгіленеді. ХБЖ-дағы өлшем бірлігі метр квадрат. Енді бізде дециметр квадрат, сантиметр квадрат, миллиметр квадрат деген сияқты бірліктер кездесуі мүмкін, және де километр квадрат. Деци оның -1 дәрежесі метрге сәйкес келеді. Квадратты болғандықтан біз жақшаға алып сыртынан квадраттаймыз. Енді жақшаны ашатын болсақ, онда жақшаны ашқан кезде дәрежелер бір-біріне көбейтіледі. Оның -2 дәрежесі метр квадратқа сәйкес келеді. Метр өзі квадратталады. Келесі санти, оның -2 метр квадраттаймыз. Жақшаны ашсақ, оның -4 дәрежесі метр квадратқа сәйкес келеді. Келесі миллиметр, оның -3 дәрежесі метр. Жақшаның сыртында квадраты, дәрежелер көбейтіледі, оның -6 дәрежесі метр квадратқа тең болады. Километр, оның 3 дәрежесі метр деген сөз. Сыртынан квадраттаймыз, оның 6 дәрежесі метр квадратқа сәйкес келеді. Мысалға, есепте 300 сантиметр квадрат деген кездесетін болса, онда 300 көбейту оның -4 дәрежесі метр квадрат деп, бірден оның -4 дәрежесіне көбейтіп жазамыз. Яғни санти -2 нажарға квадратымен -4-ке айналып кетеді. Немесе 400 дециметр квадрат дейтін болсақ, 400 көбейту оның, деци оның -2 дәрежесі метр квадрат. Үтір соңында -2 дегеніміз үтірді мына жаққа 1-2 орынға жылжытсақ, онда 4 бүтін деген бүтін сан шығады екен. Көлем В әрпімен белгіленеді. ХБЖ-дағы өлшем бірлігі метр куб. Енді бізде есептерде дециметр куб деген бірлік берілуі мүмкін. Сантиметр куб, миллиметр куб, немесе километр куб деген бірліктер берілсе, бұл бірліктерді міндетті түрде метр кубқа айналдыруымыз керек. Дециметр, оның -1 дәрежесі метр. Сыртынан кубтасақ, дәрежелер бір-біріне көбейтіледі, оның -3 дәрежесі метр кубқа сәйкес келеді. Санти, оның -2 дәрежесі метр. Сыртынан кубтаймыз, сонда дәрежелер көбейтіліп, оның -6 дәрежесі метр кубқа сәйкес келеді. Келесі миллиметр, оның -3 дәрежесі метр. Сыртынан кубтаймыз, оның -9 дәрежесі метр кубқа сәйкес келеді. Келесі километр, оның 3 дәрежесі метр. Сыртынан кубтасақ, оның 9 дәрежесі метр кубқа сәйкес келеді. Көлемнің тағы және де литр деген бірлігі есептер шығаруда кездеседі. Литрді де біз міндетті түрде метр кубқа айналдыруымыз керек. 1 литр ол 1 дециметр кубқа сәйкес келеді. Яғни оның -3 дәрежесі метр кубқа тең. Және де миллилитр деген бірлікте кездеседі. Милли өзі оның -3, литр дегеніміз оның -3, сонда ол метр кубқа айналады. Көбейту кезінде дәрежелер қосылады, бірақ екі жерде минус тұрғандықтан біз қосамыз. Сонда оның -6 дәрежесі метр кубқа тең болады, миллилитр. Келесі, осыған байланысты мысал қарастырайық. Мысалы, көлем 20 дециметр куб деп берілсе, 20 көбейту оның -3 дәрежесі метр куб деп есептер шығаруда қолданамыз. Немесе 5 литр деп берілетін болса көлем, онда оны 5 көбейту оның -3 дәрежесі метр куб деп есептің шартына байланысты қолданатын боламыз. Келесі масса. М әрпімен белгіленеді, ХБЖ-дағы бірлігі килограмм.
Енді есептерде бізде грамм деген бірлігі кездеседі массаның. Оны біз міндетті түрде килограммға айналдырамыз. 1 килограммда 1000 грамм бар, ал керісінше 1 граммда 1000-нан 1 килограмм болады. Яғни оның -3 дәрежесі килограмм. Ал егерде миллиграмм берілетін болса, милли өзі оның -3, грамм оның -3, дәл литрдегідей, миллилитрдегідей, оның -6 дәрежесі килограммға тең болады. Және де массаның центнер деген бірлігі кездеседі, ол оның 2 дәрежесі килограммға тең. Және де тонна, оның 3 дәрежесі килограммға тең. Мысалы есепте 70 грамм деп берілетін болса, онда 70 көбейту оның -3 дәрежесі килограмм деп есептер шығаруда қолданамыз. Немесе 5 тонна деп есепте берілсе, массасы 5 тонна десе, М тең 5 тонна дейміз, оны 5 көбейту оның 3 дәрежесі килограмм, немесе 5000 килограмм деп есептер шығаруда қолданамыз. Келесі уақыт. Уақыт Т әрпімен белгіленеді. ХБЖ-дағы бірлігі секунд. Бізде есептерде минут, сағат, апта, тәулік, жыл деген сияқты бірліктер кездеседі. Уақыттың осы бірліктерді міндетті түрде есептер шығару барысында секундқа айналдырамыз. 1 минутта 60 секунд болады. Ал 1 сағатта 60 минут, ал 1 минутта 60 секунд болғандықтан 60-ты 60-қа көбейтеміз, 3600 секундқа тең. Ал 1 тәулікте 24 сағат бар. 1 сағатта 3600 секунд, 24-ті 3600-ге көбейтсек, 86400 секунд болады. Апта, тәулік, жыл деген бірліктер кездессе де, онда оны біз секундқа айналдырамыз. Мысалы, есепте 2 минут деген уақыт берілетін болса, Т тең. Онда 2-ні 60-қа көбейтеміз, себебі 1 минутта 60 секунд бар. 120 секундқа тең болады. Немесе Т тең 0,5 сағат, яғни жарты сағат дейтін болса, ол 0,5 сағатқа тең болады. 0,5-ті 3600-ге көбейтеміз, 1800 секундқа тең болады. Келесі жылдамдық. Жылдамдық бізде В әрпімен белгіленеді. ХБЖ-дағы бірлігі метр бөлінген секунд. Көп жағдайда бізде километр сағат деген бірлік кездеседі. Осы кезде алымындағы километрді метрге айналдырамыз. Яғни 1 километрде 1000 метр бар. 1 сағатта 3600 секунд бар. Яғни есептің шартында берілген километр сағатты метр секундқа айналдыру үшін 1000-ға көбейтіп 3600-ге бөлеміз. Мысалы, 36 километр сағат берілген. Осы 36-ны бірінші 1000-ға көбейтеміз, 3600-ге бөлеміз. Сонда бізде нөлдеріміз қысқарып кетеді. 36 мен 36, 10 метр секунд шығады екен. Километр сағатты метр секундқа айналдырудың тағы да бір оңай әдісі бар. Ол километр сағатты метр секундқа айналдыру үшін 3,6-ға бөлеміз. 1 бөлінген 3,6 деп жазып қойдым. Ал керісінше метр секундтан километр сағатқа айналдыру үшін онда біз 3,6-ға көбейтеміз. Мысалы, есепте 72 километр сағат берілетін болса, оны метр секундқа айналдыру үшін 72-ні бөлеміз 1-ден 3,6-ға. Сонда бізде 20 метр секунд деген жауап шығады. Немесе 54 километр сағат деген бірлік берілетін болса, 54-ті бөлеміз 3,6-ға, бізде 15 метр секунд деген мән шығады екен. Яғни бұл оңай әдісі. Ал керісінше километр сағатқа айналдыру үшін 3,6-ға көбейтеміз. Мысалы, 30 метр секунд көбейтеміз 3,6-ға. Бұл 108 километр сағатқа сәйкес келеді. Келесі тығыздық. Тығыздық ро әрпімен белгіленеді. ХБЖ-дағы бірлігі килограмм бөлінген метр куб. Килограмм бөлінген метр куб. Бұл оның формуласына байланысты осындай бірлікпен өлшенеді. Енді көптеген есептерде бізде грамм бөлінген сантиметр куб деген бірлік кездеседі. Оны міндетті түрде килограмм бөлінген метр кубқа айналдыруымыз керек. 1 граммда оның -3 дәрежесі килограмм бар,
Ал сантиметр куб санти минус 2 дәреже кубтасақ, оның минус 6 дәрежесі метр кубқа сәйкес келеді. Енді бөлу амалын орындаймыз дәрежеге байланысты. Бөлімдегі минус 6 алымына плюс 6 болып ауысады. Сонда минус 3 плюс 6 оның 3 дәрежесін береді. Бұл килограмм метр кубқа айналдырады. Яғни, егер есепте грамм сантиметр куб берілсе, оны оның 3 дәрежесіне көбейтеміз. Мысалы, 80 грамм бөлінген сантиметр куб есепте берілетін болса, онда оны ХБЖ-ға айналдыру үшін 80 көбейту оның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб деп есептер шығаруда қолданамыз. Енді осыған байланысты мысал есептер орындайық. 4 сантиметр. Санти оның минус 2 дәрежесі метр. Яғни бұл бір бөлінген оның 2 дәрежесі деген сөз 0,04 метрге тең болады. Яғни 100-ге бөліп жібереміз сантиметрде. 750 грамм, 750 көбейту оның минус 3 дәрежесі килограмм болады. Милли оның минус 3 дәрежесі метрге тең. 4 километр, 4 көбейту оның 3 дәрежесі метр деген сөз. 2 сағат, 1 сағатта 3600 секунд бар. 2-ге көбейтсек, 7200 секундқа тең болады. 20 минут, 20-ны 60-қа көбейтетін болсақ, 12000 секунд болады. 75 дециметр, 75 деци дегеніміз оның минус 1 дәрежесі. Яғни минус 1 дегеніміз соңында үтірді бір орынға мына жаққа жылжытамыз. Сонда 7,5 метрге тең болады. 4 микросекунд, микро дегеніміз оның минус 6 дәрежесі секундқа тең болады. 6 меганьютон, 6 көбейту оның 6 дәрежесі ньютон деген сөз. Келесі 5 гигапаскаль, 5 көбейту оның 2 дәрежесі паскальға тең болады. 5 сантиметр квадрат, ауданның бірлігі. 5 санти дегеніміз оның минус 2, мына жерде квадратымен оның минус 4 дәрежесі метр квадратқа тең болады. 5 литр, оның минус 3 дәрежесі метр куб болады. 70 миллиграмм, 70 көбейту оның минус 6 дәрежесі килограммға тең болады. 7 дециметр квадрат, 7 көбейту оның, деци өзі оның минус 1, квадратымен оның минус 2 дәрежесі метр квадратқа тең болады. 790 километр квадрат, 790 өзін жазамыз, кило деген оның 3 дәрежесі, мына жердегі квадратымен оның 6 дәрежесі метр квадратқа тең болады. 756 көбейту оның санти минус 2, квадратымен минус 4 дәрежесі метр квадратқа тең болады. 68 көбейту оның, милли оның минус 3, мына жақта куб болғандықтан минус 3-ке минус 3-ті көбейтсек, минус 9 метр кубқа тең. Келесі 75 дециметр куб, деци минус 1, кубымен оның минус 3 дәрежесі метр куб. Дәл осылай, егерде есепте осындай шамалар берілетін болса, біз міндетті түрде оны ХБЖ-ға айналдырып, керекті шамаларға көбейтіп жазамыз. Осымен біздің алғашқы сабақ аяқталды. Саған дәреженің қасиеті, ХБЖ, үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу тақырыптары түсінікті болды деген ойдамын. Дәл осылай, 50 дайын сабақты қарап, тапсырмасын орындап, 4 айда еш қиналмай физиканы толық меңгеріп шығуға болады. Топ физика атты өзімнің авторлық курсыма 50% жеңілдікпен тіркелуге шақырамын. 50 дайын сабақ, 50 дайын тест, 4 айда нақты жоспармен, кураторлық қадағалаумен, қайталайтын апталық экзамендермен толық өтіп шығамыз. Төмендегі сілтемеге өтіп, 1000-нан аса балаға армандаған грантқа жетуге көмектескен, сенің де 40-тан аса бал жинауыңа көмектесетін курсыма тіркел. Сені күтемін. Айтпақшы, авторлық курсымның келесі формула түрлендіру сабағы да осы парақшада тұр. Міндетті түрде қарап, деңгейіңді өсір.